Армысыз, қазақ елі. Бүгін сіздермен а, тенгрианство дей ма, тәңіршілік дей ма, сол туралы сізбен сөйлесейін деп едім. Бірақ алдымен сізге айтарым, кейбір адамдар әрқашан мен видео шығарсам болды, видеоның астында тәңір туралы жазып, әбден адамдардың есін шығарады да. Себебі ол әрине ол дұрыс емес, ол өте қате нәрсе. Себебі тәңіршілік ол тәңір деген или тенгри деген ол деген оны аспан құдайы және самал дейміз ба, жел дейміз ба, соның құдайы деп атайды. Әрине біз қазір 21 ғасырда тұрамыз, білеміз, ондай ешқандай нәрсе жоқ. Ондай бізде мынау аспан мен желдің қайдан шыққан, қандай екенін, ішіндегі не болып жатқанын бәріміз білеміз қазір. Бүгінгі күнде бәрін көруге де болады, білуге де болады. Мектеп арқылы, сабақтар арқылы, физика және де басқа сабақтар туралы бәрін біліп отырмыз. Бірақ бізге әлі күнге дейін осыны қайдан әкелген, кім әкеліп жатқанын сізге айтып берейін деп едім, басын ашып. 5-6 жылдай болып қалған шығар, бұдан да бұрын мүмкін болған шығар. Бірақ осы идеологияны, осы кәпіршілікті осында қазақ жеріне және басқа Орта Азия мемлекеттеріне әкеліп отырған сионисттер болады. Сионисттер ол сіз білетін шығарсыз, бұл еврейлердің саяси қозғалысы. Сол қозғалыс бірден ашылғанда қара күштермен, бізге көзге көрінбейтін қара күштермен достасып, солардың айтқанын істеп, солар арқылы көбірек ақша тауып, әрине ол ақша көбінесе еңбек арқылы емес, басқаларды тонау, алдау, сол арқылы бай болу және билікке шығу және сондай үлкен бір айқынды адам сияқты болып көріну, сондай мақсатпен осындай неше түрлі жамашылықты шығарған солар. Біздің қазіргі болып жатқан, бүкіл әлемде болып жатқан масқара нәрселерді еркектер мен еркектер бірігіп бір-біріне үйленіп жатқанын көріп жатамыз. Немесе кішкентай балаларға, бүлдіршінге тиісіп жатқан еркектерді көреміз. Және де басқа бір масқара өте жаман қылмыстарды да көріп жатамыз шетінен. Осының бәрін, басқаны былай ойлағанда, осының бәрін шығарған сионисттер. Сонымен қатар бүкіл әлемде қазір болып жатқан жүйе, саяси жүйе болсын, халықты азғыратын, халыққа қарамайтын, халықта осы әлем елде әділдікті, адалдықты ұмытып, сол жемқорлыққа берілген, басқа да қылмыстарға берілген алаяқтар бар. Сондай жүйені шығарған сол кімдер, сионисттер болатын. Сондықтан да сол 5-6 жыл бұрын менің байқаған бойынша Инстаграмда, басқа желдерде осы тенгрианство деп оны жазып, орысша көбінесе жазады. Себебі олар әрине қазақша білмейді ғой сионисттер. Бірақ мүмкін қазіргі күнде мүмкін қазақша да айтып жатқан шығар. Оны да байқаған, бір-екі рет байқаған жағдай болған. Бірақ сізге айтарым, оны бізде қазақ жерімізде, қазақ елі ешқашанда тәңіршілікке ешқашанда оны қабылдамаған да емес. Неге десеңіз, оны оқымаған, мысалы, кітаптарды көрмей, ол туралы оқымаған, кітаптарды ағылшын тілінде әсіресе көбінесе жазылған, ол туралы содан кейін және де басқа сондай білімге байланысты нәрселер, әрине бұл кісілерге бұны саяси ретінде қазір бізге Қазақстанда жайып жүрген адамдар, олар әрине оқымаған, білмейді. Себебі біз жарайды тәңіршілік болған шығар дейік, мысалы. Онда сол тәңір қайда, ол кім, ол қандай кітап бізге түсірді ма, адамды жіберді ма осы жерге, ондай идеологиясы қандай екен, оның түбінде жатқан қандай жақсы, мысалы, ақлақтық, немесе мәдени нәрселер бар. Адамды неге үйретеді, қандай нәрселерге үйретеді, мысалы, да? Көрейікші, жоқ, ештеңесі жоқ. Тек қана бақсылар бар, и сол аспанға қарап, аспан құдайы, жер құдайы деп, сол бір құдайды тәңір деп, өзіміздің құдайымыз деп, тәңір деп, Алла тағаланы кейде тәңір деп айтады. Ол дұрыс емес. Ол надандық, ол оқымағандық, ол ақмақтық. Неге десеңіз, себебі осы тәңіршілікті шығарған монғолдар болады. Монғолдар бұрын
қазақтармен бірге қазақтың тайпалары, бүгінгі қазақтың тайпаларымен бірге бүгінгі сол анау Қытайдың солтүстік батыс жерінде тұратұғын сол тайпалар. Сонан кейін Қытайларға ылғи тиісетұғын, барып олармен соғысатұғын, әсіресе сол көбінесе сол моңғолдар болатұғын. Моңғолдардың да тайпалар бар, сол тайпалар бір-бірімен соғысып, сонан кейін сол Қытайға тиісіп, олардың тонап, оларды көп жаманшылық істеді да, сонан кейін ақыр аяғында сол император келіп, солардың бәрін кеттеп жерінен шығарып жіберді. Бірақ олар сол бүгінгі Қытайдың жерінде емес, сол бүгінгі Монголия жеріне келді да, сол моңғолдар сонда қалды. Сол Монголиядан шыққан тәңіршілік сол жерде келген өмірге да, тәңіршілік солар шығарған болатын. Бақсылықты да солар шығарған, бақсылар содан шыққан, сол тәңіршіліктен. Сонымен анау Шыңғысхан соғыспен бүкіл әлемге барамын деп жиналып, дайындалып, содан кейін әрине қазақтар онда болмайтын, қазақ халқы болмайтын онда, тек қана тайпалар болатын, да, түркі тайпалар. Сонда түркі тайпалар өздерінің әрине олар көшпенді халықтар болғасын, әрине Қытайлардан көре кішкене мынау моңғолдармен жақынырақ болатұғын. Сондықтан Шыңғысхан оларды жинап, себебі оларының қолдары өте аз болатұғын, бір-бірімен соғысып, бір-бірін өлтіріп, тайпаның ішінде де қаншама қан ақты, ол ағайын туыс қарамай, надан ғой олар не болатұғын, сол несі имансыз адамдар болған ғой. Сонымен түркі тайпаларды шақырып, соның ішінде көбінесе сол бүгінгі күндегі ұлы жүз тайпалар жиналып, сол қосылды неге, Шыңғысханның армиясына. Себебі ол жақсы төлейтұғын. Сонымен бір мемлекеттен басқа мемлекетке барып, ақыр аяғы қазақ жеріне келді да, содан кейін қазақ жерінде Ильяс Есенберлиннің кітабында оқыған болсаңыз, есіңізде шығар, қазақ жерінде оларды 6 тайпа қарсы алды да, содан кейін соғыс болған. Бірақ ол соғыс бірнеше рет болды, біздің батырлар шықты оларға қарсы, моңғолдарға қарсы. Қанша шықса да бәрібір ақыр аяғында сол моңғолдар бізді қолына алып алды, біздің бүгінгі қазақ жерімізді. Жошы хан келгенде, Жошы хан әрине өзінің әскерінің ішінде сол тайпалар, бүгінгі ұлы жүз тайпалармен бірге, олар сол уақытта мүмкін кейбіреулері тәңіршілікке кірген болатын шығар. Жошы ханның өзі де әкесі сияқты сол тәңіршілікке бағынатын, бақсыларға да сенетұғын. Сонымен ол әрине, былай қарап отырсақ, ол әрине 13-14 ғасыр, ол өте өткен заман, адамдар әлі мектепке де бармайды, білім де жоқ, ештеңе жоқ, мектептер жоқ. Әрине олардың өздерінің түсінгені, өздерінің шығарғаны айтып жүрген, тәңір ол өздерінің шығарған, миынан басынан шыққан нәрсе, ол құдай емес, әрине ешқандай құдай емес, оны түсінікті ғой, тәңір деген құдай да жоқ. Бірақ соны құдай деп, оны өздері шығарған, сол халықты сөйтіп бағындыру үшін істеген нәрсе. Сөйтіп Қазақстанға солармен бірге, Жошы ханмен, соның армиясымен бірге осында да келіп жетті тенгрианство. Бірақ ол уақытта қазақтар уже сол 9-шы ғасырда болғанда, қазақтар 9-шы ғасырда исламды қабылдаған болатын. Исламды қабылдап өз еркімен қазақ тайпалар осы жерде тұрып жатқан, көбейіп жатқан, себебі сол Қытай жерінен де қаншама тайпалар келді осы жерде. Қазақстанда тұрамыз, қазақ жерінде бірге тұрамыз, бірге түркі елдерімен бірге тұрамыз деп. Содан кейін 10-шы ғасырда ресми түрде осы Қазақстан болып, қазақ жерінде қазақ тайпалар бірге 100% бәріміз мұсылмандарымыз деп жариялады. Сол уақытта неге десеңіз, неге қабылдады біздің ата-бабаларымыз, неге ислам қабылдады? Себебі исламның арқасында бізде ауруханалар ашылды, медреселер ашылды, мектепке бардым. Ақыр аяғында балалар мектепке бара алды. Сонан кейін баруға мүмкіндігі болды. Сонан кейін тағы да сонымен қатар мәдениет. Мәдениет деген сөз әрине Мәдина деген сөзден келген, Мәдинадан келген нәрсе. Содан кейін мәдениет болсын, білім болсын, кітап деген сол, қалам деген сөз, осының бәрі арабтың тілінен шыққан. Ал енді сионистер әрине олар ылғи
Құранды оқыған болсаңыз білесіз, олар әрине халықтың ішінде сондай бір өшпенділік болсын деп. Содан кейін халықтар, әсіресе түркі халықтар, түркі елдер, да, себебі біз ылғи аттың үстінде, ата бабаларымыз аттың үстінде отырып өмір сүрген, ылғи соғысатұғын. Басқа бір дұшпандар келсе, осы жерге әрине ол аттың үстінен шықпайтын. Сондан әрине олар еврейлер емес, бірақ былай сионисттер деп айтайық, себебі еврейлердің арасында да жақсы кісілер бар, оны бәрін жаман деп айта алмаймын. Әр елде жақсы, жаман кісілер бар. Сондықтан мынау сионисттер сол анау қарым-қатынастарды бұзу үшін түркі елдер арабтармен бірігіп күш бола ма, аналар бай, мыналар да күшті өздері, әсіресе 5 мемлекет бірге, Орта Азияның мемлекеттері біріксе, онда анау арабтармен бірге бәрі күшейіп кетеді, біз не сонда аяқтың астына қаламыз ба, қорқамыз, ондайды қорқамыз деп. Сол үшін осындай бір жаман керексіз, қажетсіз, қазаққа тіпті керек емес, қажет емес нәрселерді әкеп миымызға осы масон арқылы, мен ойлаймын кейде масондар арқылы әкелді ғой деймін. Содан кейін әрине ол сионисттер жай ғана инстаграм арқылы жазбайды, ол әрине біреулерге ақша беріп отыр ол үшін. Сол ақшаны алып, солар үшін еңбек ететін сол масондарды білесіз, да, олар да сионисттерге жататын сондай бір не секта. Содан кейін сонымен қатар басқа да өте нашар секталар бар, анау яһудин секталары бар, оның ішінде кабала дейді, оны каббалистер де осында бар. Осылардың бәрі біріксе, сионисттер, бәрі де сионисттер жалпы. Сонда біріксе, әрине олар өздерін күш деп санайды, и олардың артында тұрған күштер, олар қара күштер. Ол тек қана ібліс емес, іблістен басқа да күштер бар, солар бәрі бірігіп осы жерімізде, елімізде, Қазақстан тұрмақ, бүкіл әлемде сол бұрынғыдай халықты тура анау құл сияқты ұстауға әрқашан дайын. Әлі күнге дейін біз соғысып, әр мемлекет соғысып жатыр ма, тамақсыз отыр ма, бәрі қымбатшылық па, или инфляция дейміз, анау қаншама проблема. Содан кейін олар, мысалы сионисттер Машкевич арқылы 35% біздің экономиканы қолына алып алды, да, сол сияқты көптеген завал, көптеген жаманшылық әкеп жатыр бізге. Әрине біз олардан құтылу керекпіз, бірақ олар бәрібір осы сондай бір қатыгез нелерді әкеліп, сондай бір қылықтарды әкеліп, түсінбейтін халыққа, бір оқымаған адамдарға осындай бір жаман керексіз, ешкім білмейді оны даже нәрсені, ұмытып қалған, тіпті көптеген адамдар білмейді ол кім екенін, не екенін, да, ол тенгрианство деп айтады оны, бірақ ешкім білмейді ол не екенін. Тіпті ешқайда да жоқ ондай нәрсе. Мысалы Википедияда жазылған, бірақ Википедия оны Монголия және Орта Азия мемлекеттері деп жазған. Ол шындыққа жатпайтын нәрсе. Себебі біз 9 ғасырдан Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан, басқа да 5 мемлекеттер, тіпті бәрімізді бірге осындай мұсылман ел деп атайтымыз бізді. Ислам келген ішіне келген 9 ғасырда Орта Азияда ислам түбі сол уақытта нетіп басынан басталған болатын. Сондықтан қазірге дейін, Құдайға шүкір, біз әлі де сол жолдамыз. Себебі біз түсіндік оны, да, ең бірінші жақсы ғылымдар, бірінші кітапхана, мысалы, да, сол неде Багдадта болатын, Багдадта, Сауд Арабияда. Содан кейін бірінші инструменттер, бірінші ауруханалар, қаншама математика, астрология, химия, физика, осының алгебра тіпті, да, араб сөзі. Осының бәрі сол арабтардың арқасында, арабтар мен фарсы елдерінің арқасында болған. Содан кейін Самарқанда түркі елдер қосылып, бірге Әл-Фараби сияқты, да, Наваи, сондай кісілермен бірге бірігіп, одан арман, оны жақсартып, тіпті жалпы негізі өмірді де жақсартқан осы ислам арқылы көптеген сондай нелер бар, фактілер бар бізде, да. Сондықтан бүгін осыны тенгрианство дейміз, соны кәпіршілікті біз ешқашанда қабылдамауымыз керек. Содан кейін біз тағы бір кәпіршілік болады оны бізде, бірақ ол
бұрынғы елден скифтерден бізден бұрын тұрған қазақтардан бұрын тұрған осы жерде өте қатал ел болатұғын. Скиф дейміз оны. Скифтер қыпшақтар олар кішкене кешірек келді, олардан бұрын болған. Тіпті ежелгі Египет уақытында ежелгі Мысыр где-то 4-ші ғасыр ма, сол уақытта бізде осы жерде скифтер тұратын. Сонда ол скифтер сол барып анау Мысырдағы адамдармен бірге соғысатын. Тіпті басқаны былай қойғанда өте қатал болады. Олар туралы да көп нәрселер білем, көргем, оқыған, ағылшын тілінде көбірек жазады. Сондықтан да әрине білім алу үшін әрине көбірек кітап оқу керек, көбірек көз ашық адам болу тиіс, басқа мемлекетке барып, солармен сөйлесіп, мысалы музейіне, архивтерге барып оқу керек. Сонда ғана айтуға болады. Бірақ бүгінгі күнде қазақша, мысалы Қазақстанда осы тәңіршілік туралы немесе кәпірлік туралы ешбір кітап шықпаған. Неге десеңіз, тіпті бізде ондай нәрсе болған емес. Одан Арман, қазір сізге тағы бір жаңалық айтайын, мүмкін білмей шығарсыз, бірақ жаңалық емес, бірақ білет шығарсыздар. Себебі Ильяс Есенберлинді жазған кітапте. Жошы ханнан кейін келген Ғазан хан болғанда, ол немересі кімнің, Чингис ханның немересі Шыңғыс хан. Сол кісі ислам қабылдаған. Сол кісіден бастап хандардың бәрі мұсылман болған. Әрине бүкіл әскерді мұсылман ислам қабылдаған. Себебі хан қабылдады сол бәрі. Сондықтан әрине олардың ешқандай бір тәңіршілікке ешқандай бір қатысы болмаған. Бүкіл мәдениет, бүкіл білім, ағартушылық бәрі сол араб мемлекеттерден келді, сол ислам арқылы бізге де жетті. Бірақ сол бағанаға айтып кеткен скифтер, олар да әрине кәпір болады. Олардың кәпіршілігі Умай деген күн, ол әйел адам, ол әйел адам, күн әйел деді, сол күн құдайы, оның аты Умай деп атайтын. И олардың сондай бір таудың астында бір пещералар болады ғой, соның ішінде өздерінің олар неше түрлі сондай бір монастырь деп атайды ғой, сол монастырлер болады. Оның ішінде де бір адам отырады, оны қарап. Содан кейін олар кейде тамаққа келіп оған сол әйел адамға, Умай деген құдайға, бірақ одан басқа түк істемейді ғой. Олардың иманы дейміз ба, солардың жалғыз ғана құдайы сол Умай болады ғой. Бірақ одан басқа ешкімге айтпайды ғой. Олар қанша адамдар келсе де, гректер де келді, неше түрлі адамдар келген, сол нелерді, скифтерді білу үшін, тану үшін, бірақ олар ешкімге ол табынатұғын жолдарын айтпайды ғой, ешкімге, білмейді ғой ешкім. Сондықтан ол құпия болып қала берген. Сол басқа бізде қазақ жерімізде, қазіргі қазақ жерімізде ешқандай басқа дін болған жоқ. Әрине тәңіршілік ол дін емес, бұл кәпіршілік. Дін ол тек қана біздің Қазақстан мұсылмандар тек қана ислам, христиан діні және яһудиндердің діні иудаизм дейді. Сол ғана да, сол үш дін ғана деп қабылдаймыз. Сондықтан да басқа біз үшін ол дін емес. Ешбір кітабы да жоқ, адамы да жоқ келген. Ешқандай бір сөздері де жоқ ешкімнің да бізге жіберген, аспаннан жіберген. Аспан құдай дейді, бірақ аспаннан жіберген ешбір сөзі де жоқ. Сондықтан да сізге айтайын дегенім, қалай сенбеңіз ешқашан да. Ондай адамдарға сенуші болмаңыздар. Надан сияқты болып көрінбеңіздер. Оқымаған, білмейтұғын адамдар сияқты болып көрінбейді. Енді білім болу керек сіздерде. Бәрібір қай жерде болсаңыз да, тіпті шалғай жақта, ауыл жақта болсаңыз да, бәрібір бүгін интернет арқылы неше түрлі ақпарат алуға болады, неше түрлі кітаптарды оқуға болады. Сондықтан да ешқашанда кейбір сөз айтты, соны артына жүре берекші деп, ешқашанда оны өзіңізге тіпті естісеңіз де ешқашанды қабылдамаңыз, жүрекпен қабылдамаңыз. Сіздің ниетіңіз тек қана Алла Тағалаға болу керек. Алла Субхана Тағала өзінің көрсетеді, жақында бәрі былай өзгеруге, бүкіл Қазақстанымыз, бүкіл әлемді өзгеруге дайын. Ол дайын. Әрине кейбір нәрселер болады, ол
қиыншылыққа жататын нәрселер, бірақ оны түбі түсінбей тұрған адамдар, олар қорқып отырады да, ондай өзгерістер неғып болып жатыр деп. Бірақ ол уақытқа жақын кішкене сізге түсіндіріп айтып беремін. Қазір айтпай ақ қояйын, мүмкін келесі бір эфирде әйтеуір түсіндіріп беремін сіздерге де. Жақсы, сол есіңізде болсын, бізде тек қана Құдайымыз жалғыз, Құдай ол Алла Тағала, біз мұсылмандармыз. Бүгін ата-бабаларымыз да бәріміз, апаларымыз, аталарымыз бәрі мұсылман болған. Сондықтан да біз де мұсылман болып қала берейік, ешбір моңғолдардың кәпіршілігі бізге қажет емес. Жақсы, сол рахмет, келесі кездескенше аман сау болайық.